Қамшы. Әңгіме авторы Мақұлбек Рысдәулет. Қазақ халқының төл тәрбиесі мен тарихы, тілі мен діні жайлы, және де ең басты құндылық адами тәрбиені қамтитын ғибратты әңгімелерден тұратын осы каналға алдымен лайк басып, подписаться немесе жазылу батырмасын басып, тіркеліп алыңыз. Бұл сіздің ұлттың дамуына, тәрбиесіне үлес қосатын контентке көрсеткен қолдауыңыз деп есептеймін. Ел жайлауға көшті. Былтырғыдай Ақшагүл 8 жасар баласы Тастемір екеуі жұртта қалды. Ұлы оншақты қой мен бір сиырды күндегі әдеті бойынша көк есекпен айдап, жайылымға қарай белден асты. Осыны күтіп тұрғандай шығыс жақтағы қырқаға бір атты шыға келді. Баласын жайылымға шығарып салып тұрған Ақшагүл Салтаттыға ұзақ қарады. Ол да бір орнында қозғалмастан қаққан қазықтай тұр. Келіншек жез самауырынды далаға алып шығып, су құйып, от салды. Үйге кіріп көрпелерді қағып, сілкіп жинастырды. Қазан көтерді. Салтатты тұрған жотаға қарады. Жолаушы әлі бір орында қозғалмастан тұр екен, үйге қайта кіріп, құрақ көрпенің жаңасын төседі. Көп ұзамай кім бар деген дауыс шықты. Келіншек сыртқа шықты. Біз бар. Аттан түсіңіз, сусын ішіңіз деген келіншек көзін көтерместен шегіншектеп үйге кіріп кетті. Үсті басын қағып, құндыз бөркі мен қамшысын қолына ұстаған жолаушы табалдырықтан аттады. Ассалаумағалейкум. Саламат болыңыз, төрге шығыңыз. Келіншектің даусы дірілдеп шықты. Қара торы жүзі алаулап, жүрегі лүпіл қақты. Ақшагүл, танымадың ба? Бұл мен ғой. Сайран қонақ бөркі мен қамшысын төрдегі шегеге ілді. Жайғаса беріңіз, мен самауырынды кіргізейін деген келіншек сыртқа шығып кетті. Самауырынға емес, жатаған үйдің сыртына қарай тез-тез жүрді. Неге екені белгісіз, қос жанардан ыстық жас сауғалады. Жаулығының ұшымен жасын сүртіп тұрып, өзінің осыншама неге көңілі босағанына таңғалды. Таныдың ба дегені несі? Неге танымасын, таныды. Ортадан жоғары бойы толысқаны болмаса, аса өзгермеген. Сонау жотаға атымен шыға келгенде ақ сұлбасынан таныған. Сол кезде ақ жүрегі солқылдап алқымына тығылған. Күйеуінің қайтыс болған күннен бастап келер деген. Содан бері 2 жылдан асып барады. Мұның басына түскен ауыртпалықты Сайранның естімеуі мүмкін емес. Бір жағынан кешіккенін жақсылыққа балаған. Тыз етпей көңілдің лүпіліне ерік бермей, бәрін өлшеп, пішіп алып, шешім қабылдау аса маңызды екенін Ақшагүл жақсы біледі. Кешіккен сайын Сайранның өзіне деген ізгі байламмен келетініне сенімі нығайған. Бұған дейін де ол бір сәттік сезімнің жетегіне кетіп, көптің көңіліне қаяу түсіретін шешім қабылдамаған. Екеуі әке-шешелерінің ақ батасымен шаңырақ көтерейін деп тұрғанда, марқұм күйеуі мұны басып алып қашқан. Сайран алып қашқан жігіттің тұл жетім әрі ыңғышаға айналған кедей екенін естігенде, шабуға дайын тұрған атының басын тартқан. Түк болмағандай күй кешіп, қалыңдығымды қайтар деп қоқаңдамай, не істерін білмей жүргенде, Ақшагүлдің әкесі мен шешесі уланып өлгенін естіді. Ақшагүлге келіп көңіл айтпаса да, оның мұны ұмытпағанын жүрегімен сезді. Сайран көп ұзамай келер деп үміттенген. Жүрек алдамапты, ақыры, міне келді. Енді не болады? Қандай оймен келді? Жұртта қалған жесір әйелдің төсегінде аунап кету үшін келді ме, әлде етегімнен ұста дей ме? Көңілі алаулап, соны білгісі келеді. Көз жасын сүртіп өксігін басты. 2 иығынан демалған самауырынды көтеріп Ақшагүл үйге кіргенде, Сайран көп жылдан бері тартылмаған домбыраның құлағын бұрап, күйіне келтіріп отыр екен. Ақшагүл, біздің көріспегенімізде де біраз жыл болыпты. Осы жылдары сені бір естен шығарған емеспін. Бақилық болғандардың жаны жәннатта болсын. Өліге салауат, тіріге иман берсін деп ауыр тыныстаған Сайран домбыраны шерте жөнелді. Көңіл толқынын домбыраның үніне сабақтады. Ақшагүлдің көзінен ыстық жас тамшылады. Домбыраның үнімен бірге екеуі де іштей егілді. Домбыра ұзақ сарнады. Домбыраның үнімен бірге бірі асылының, ғашығының өзгенің құшағына енген кездегі жүрек күйзелісін айтса, екіншісі сүймеген адаммен бірге шаңырақ көтеріп, өмірдің азабын тартқанын, ғашығын аңсаумен өткен жылдарын айтты. 9 жылда, бірақ ол сүюінің сыры сол ұйқысыз өткізген түндердің, күлкісіз болған күндердің қасірет екенін екеуі де сезді. Бойға біткен бірнеше шарана жарық дүние есігін ашуға уақыты жетпей түсік болып түсті. Ақшагүл осыны іштей айтып егілді.
Жүрегі зарлап жылады. Маңыраған қозының даусы шыққанда ғана бебеу қаққан домбыра тоқтады. Ақшагүл орнынан тұрып сыртқа шықты. Баласы көк есектен түсіп жатыр екен. Құлыным, шөлдеген жоқсың ба? Үйде жолаушылап келе жатқан кісі бар. Қолы басыңды жуып, тезірек ішке кір. Тамақ та дайын болып қалды деген Ақшагүл қара қазанның қақпағын ашып, етін сүзіп алды да қамырын салды. Ошақтың астын бір көсеп жыңғыл салды. Лаулаған от биікке көтерілді. Сүр ет салынған астауды сәл өзіне қарай тартып, турауға икемделе бастаған баланың қимылын қалт жібермей қарап отырған қонақ. Айналайын, пышағыңды маған бер, мен турайын деді. Жалғас үн қатпастан пышағын берді. Жалғас, қонаққа ет туратқанымыз ұят болды ғой, өзің турамадың ба, деген анасына жалт қараған баласы. Апа, көрші ауылдағылар етті қонағына туратады. Досыңа ет турат, қасыңа шай құйғыз деген сөз бар емес пе? Баланың сөзіне жымиған қонақ. О айналайын, балам, дұрыс айтады. Сонымен бұл жігіттің аты Жалғас болды ғой деп қолына алған бір сүйім қазына үшке бөліп алдарына тастады. Баланың көңілі жадырады. Мұны байқаған анасы да күлімдеді. Әкесі барда бір жылдан аса татар молдасынан дәріс алған. Оқида жазалады. Өкінішке орай оқуын жалғастыра алмады. Қамықпаңыз, Құдай қаласа әлі-ақ үлкен қалада оқитын болады. Ет желінді, бір-екі кеседен шай ішілді. Қонақ үй иелеріне рахметін айтып, дастарханға ата жасап, орнынан тұрды. Жалғас жүгіріп барып, қонақтың атының шылбырын шешті. Айналайын, Жалғас, өркенің өссін деп атына мінді. Жалғас пен Ақшагүл қонақ белден асқанша үйлеріне кірмеді. Апа, жақсы кісі екен. Атын сұрадың ба? Аты Сайран. Сіз танитын ба едіңіз? Ақшагүл баласының сұрағын естімегендей дастарханды жинастыра бастады. Баласы сұрағын қайталамады. Апа. Жалғастың даусы қатты шықты. Ақшагүл басын шалт көтеріп ұлына қарады. Не болды, балам? Апа, қонақ қамшысын ұмытып кетіпті. Қарашы, төрде ілулі тұр деген Жалғас аса жылдамдықпен қамшына қолына алып, жүгіріп тысқа шықты. Ақшагүлдің жүрегі жылып сала берді. Қуанды, артынша өзінің ойламаған жерден қуанғанына таңғалды. Қуанатынның да, таңғалатынның да себебі бар. Қуанатыны Сайранның қамшысын қалдырып кеткені, қайтып келем дегені. Ата-баба салты солай болған. Салт бойынша егер қонақтың қайтып келуін қаламаса, төрде ілулі тұрған қамшыны алып, босағаға іліп қояды, тіпті беріп жіберетінін де естіген. Қысқасы, Сайранның қайтып келетініне қуанды. Таңғалатыны жастықтың алауымен бір-біріне ашық болғандар, тағдырдың тәлкегімен өзгенің құшағында шаңырақ көтергендердің қосылуы мүмкін бе? Сайран күні бойы бір арнада тоғысайық, қосылайық деген жоқ. Алайда бекерден бекер келмегені анық. Жастық шақтағы ғашығының көңіл күйін, өзіне деген жүрек соғысын білуге келгені анық. Ал қамшысын қалдыруы көп ұзамай нақты ұсыныспен қолқа сала келетінін білді. Үйге Жалғас кірді. Қолында қамшы. Өріміне қарап бір қамшы екенін білді. Қызғылт тобылғы сабына өрімі үйлесіп тұр. Жалғас қонақ қайтар жолында келіп қамшысын алып кетер. Орнына төрге іліп қой деді аса бір сабырлы дауыспен. Ақшагүл Сайран келіп кеткеннен кейін бір ай өткеннен соң шығыс жақтағы белеске жиі қарайтын болды. Тіпті есіктің алдына шығып алып, сол белеске ұзақ қарап отыратынды шығарды. Жаздың соңғы күндері сәске түсте белеске арбаның оттығына қос атты байлаған жолаушы көрінді. Ақшагүл жүгіріп үйге кіріп, жез самауырынды алып шықты. Қара қазанға ет салды. Үйден құрақ көрпелерді алып шығып қақты. Қонақ арбасын алысқа қалдырып, қос атты тұсап, жаяу үйге жақындап келіп, үсті басын қаққан болып біраз тұрды. Ассалаумағалейкум. Сайранның даусы жадырай шықты. Төрлетіңіз деген Ақшагүлдің жанары жалт етті. Сайранға елжірей қарады. Жүзі бал-бұл жанды. Жүрегі жылып, көңілі шалқыды. Сайран толқыған жүректі сезді, келіншекке тіке қарай алмады, төрге озды. Қамшысы ілген жерінде тұр. Жүзі алаулады. Мағыналы әңгіме ұнаса лайк басып пікір жазып кетіңіз. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.